Асқазан ауруы пайда болады. Адамды аздырады, қоғамға зиян келтіреді. Бұл заттар әсерінен өлім көп болады, иә? Білесіңдер ме? Келесі темекі туралы мағлұматты толтырдық. Келесі спорт ойындарына. Қазір біз спорт ойынына тоқталамыз. Велосипед. Велосипедте бұның қандай Рахмет бәде. қандай ауруларда қараңдар. Гиподинамия. Көп отырамыз, білесіңдер, иә? Ол біздің ортамызға зиян. Семіздіктен арылтады. Велосипедке бүгін артаймыз, иә? Салауатты өмір салты бұл Инсульт ауруынан сақтайды. Салауатты өмір салтын айтамын. Так, келесі. Денсаулық жайлы қызықты мәліметтер. Қараңдар балалар. Таза ауада серуендеу адамның жұмысқа қабілеттілігін 50%-ға артады екен. Күніне 30 серуендеу инсульттің пайда болуын 40%-ға төмендетеді екен. Ақпарат қызықты ма сендерге? Иә. Күніне